Жабайы аққулар. 3 бөлім. Сөйтті де суыт жүріп кетті. Өзге аңшылар бір елі қалмай ілесіп отырды. Кешке қарай мұнаралары мен мұндалаған бір ғаламат қала көрінді. Бұл мемлекет астанасы еді. Король қызды өзінің сарайына алып барды. Ауладағы мәрмәрмен әріптелген субұрқақтар дамылсыз ақ моншақты аспанға атуда, ал кең де сәулетті бөлмелердің қабырғалары мен төбелері ең мықты суретшілердің туындыларымен безендірілген. Бірақ бұлардың бірде-бірі Элизаны селт еткізбеді. Ол ағаларын сағынып, жүрегі сыздап жылады. Сарай қызметшілерінің өзімен не істеп жатқандарын не шаруасы болған жоқ. Ал олар Элизаға король әйеліне ғана лайық ең бағалы киімдерді кигізді. Шашын інжу жібімен қоса өрді. Күлдіреген саусақтарына аппақ жұқа қолғап кигізді. Қымбат киімдердің жарасқаны соншалық, онсыз да сұлу қыз айтып көз жеткізе алмайтындай нағыз хор қызына айналды. Сарай ішінде оған табынбаған жан жоқ. Қызды ұнатпаған архиепископ қана. Ол басын шайқап, орман қызы бәрінің де көзін байлап, корольді сиқырлаған мыстан болуы мүмкін деп сыбырлады. Алайда король оның сөзін елең қылмай, Элизаны өзінің жары етіп жариялады. Король музыканттарға тапсырма беріп, мың бұралған бишілерді шақыртты. Дастарханға ең қымбат тағамдарды қоюды бұйырды. Ал өзі Элизаны алуан түрлі гүлдің иісі бас айналдырған бақша арқылы алып өтіп, сәнді бөлмелерді аралатты. Бірақ Элизаның көңілін көтере қоймады. Ол бұрынғыша көңілсіз еді. Міне енді король өзінің жатын бөлмесінің қасындағы бір кішкентай бөлменің есігін ашты. Бөлме қыздың көз алдында ормандағы үңгірді елестетті. Еденде қалақай жапырақтарының болмасы жатыр. Ал қабырғада Элиза тоқыған сауыт көйлек ілулі тұр. Оны аңшылардың бірі ала келсе керек. Сен осында өткен күндеріңді еске аласың, деп король. Мұнда сенің істеген жұмыстарың тұр. Сарай тіршілігінен жалыққан кезде осында бас сұғарсың. Өзінің жүрек қалауымен тоқыған көйлекті көрген Элизаның жүзі жадырап қоя берді. Ағаларымды құтқарсам деген үміт оты қайта оянып, корольдің қолын сүйіп алды. Ал ол Элизаны кеудесіне басып, қызметшілеріне алдағы болатын үйлену тойын жариялап, барша мұнаралардан қоңырау соғуды бұйырды. Сөйлемейтін мақау орман сұлуы солай ханым болып шықты. Архиепископ корольді айнытуға қанша тырысса да, король оның сөзіне құлақ аспады. Той болатын күн де келді. Архиепископ қалыңдықтың басына тәжді өзі кигізуі тиіс еді. Ол осы сәтті пайдаланып, бас сүйегі ауыра түсінші дегендей алтын тәжді әдейі барынша қинап кигізді. Бірақ Элиза қыңқ демеді. Тәйірі, тән жарасы сөз бе, ағаларын қайтып құтқарсам деп езілген жан жарасын айтсайшы. Ерні сол баяқша жымқырулы, ол аузынан шыққан бір ауыз сөздің қаншалықты опық жегізерін білетін. Сондықтан да бұл жайды бір сәтте жадынан шығармады. Ал өзін қуанту үшін бар мүмкіншілікті жасаған мейірімді, сұлу корольге деген ризалығын көзіндегі ұшқынмен білдірмек болды. Есесіне күннен күнге оны жақсы көре түсті. Шіркін, оған шеккен азабын бір ақтарып айтар еді. Бірақ сол күнді жұмыстарын бітіргенше тоса тұруға тура келетінін түсінді. Сұлу ханым әр түні аяқ дыбысын білдірмей корольдің бөлмесінен шығып, өзінің бөлмесіне баруды әдетке айналдырды. Сөйтіп бөлмеге кірісімен жұмысына кірісетін еді. Осылай жүріп сауыт көйлектің жетеуін тоқып болғанда қалақайы таусылды. Енді қайтпек, мұндай қалақайды бейіт басынан табуға болатынын біледі. Бірақ қалақайды өз қолымен жұлу керек қой. Жанымды езген азаптан тезірек құтылу үшін тәуекелге бел буайын деп шешті ол.
Құдай бұл ісімді теріс дей қоймас. Ол түн ішінде ойға алған ісіне бет алды. Қорқыныштан жүрегі дүрс-дүрс соқты. Айлы түнде бақ арқылы өтіп, кең көшеге түсті. Біраз жүргеннен кейін бейіт басында жетті. Бір мазардың жанында шоғырланып отырған мыстандарды көрді. Олар үстіндегі шоқпыттарын шешіп тастап, тыр жалаңаш күйінде әлгінде ғана жас бейіттен қазып алған мәйітті тыриған қолдарымен таласа тармаса жеуде. Жанынан өткен Элизаға тістерін ақситып суық көздермен тінте қарады. Бірақ қыз бойын билеген қорқынышын сездірмеуге тырысып, жылдам қалақайын теріп, дұғасын оқып, кері қайтып кетті. Сол түні жұрттың бәрі шырт ұйқыда жатқанда, жалғыз өзі ұйықтамай жүрген архиепископ оны көріп қойған еді. Ханымнан қауіптеніп жүрген оның күдігі расқа айналғандай болды. Мыстан екені рас болып шықты. Сондықтан ғой оның корольдің де өзге жұрттың да басын айналдырып өзіне қаратып алып жүргені деп ойлады. Король ғибадатханаға келгенде архиепископ оған көрген білгенін айтып берді. Архиепископтың аузынан кінәлау сөзі шыққан кезде қабырғадағы ағаштан ойып жасалған әулиелердің суреттері бастарын шайқап, бұл шындық емес, Элизада кінә жоқ дегенді айтқысы келгендей болды. Ал оны архиепископ, көрдің бе, әулиелер де бастарын шайқап, Элизанікі дұрыс емес деп тұр, деп басқаша түсіндірді. Корольдің көзінен 2 тамшы мөлдір жас үзіліп түсті. Оның бойын күдік пен ыза билеп алған еді. Түнде ол өтірік ұйықтаған болып жатады. Шын мәнінде одан ұйқы қашқан еді. Міне, король Элизаның орнынан тұрып, жылыстап өзінің құпия бөлмесіне кетіп бара жатқанын көрді. Екінші күнде осы жағдай қайталанды. Уайым мен қайғыдан қажыған корольдің қабағы түсіп кеткен еді. Элиза оны байқады, бірақ себебін түсіне алмады. Ал өзінің ағаларын ойласа жүрегі сыздайды. Түні бойы ащы жас алмас тастай жарқырап, жастығына там жатады. Ал былайғы жұрт мұның ішіндегі қайғы мұңды сезінбей, тек сыртқы кейпін көріп, шіркін-ай, ханымның орнында біз болар ма едік, деп армандады. Элизаның көңілге жұбаныш етері бастаған ісінің аяқталуға тақағаны. Бір ғана көйлек қалды. Бірақ оны тоқуға қалақайы жетпей қалған еді. Тағы да бейіт басына барарын ойлағанда денесі түршігіп қоя берді. Бірақ ағаларын құтқару үшін неден де болса қайтпасы анық. Элиза түн ішінде қалақай теруге бет алғанда, оны аңдыған король мен архиепископ соңынан ерді. Міне, ол бейітке жетті де қоршаудан асып жоқ болды. Аңдушылар жақынырақ келіп қарағанда, мазардың басында отырған бір топ мыстанды көрді. Мыстандардың арасында әлгінде ғана жанында болған өзімнің әйелім де бар деп ойлады король. Жазаны халық кессін, деп ол теріс айналып. Халық ханымды отқа өртеу керек деп шешті. Элизаны зәулім сарайдан темір қоршаулы терезелерінен жел гулеген қараңғы сыз жертөлеге әкеліп қамады. Барқыт пен жібек көрпелер көзден бұлбұлдай ұшты. Жастықтың орнына бейіт басынан теріп әкелген қалақайды жамылғының орнына өзі тоқыған сауыт көйлектерді берді. Оған ең керегі де осы еді ғой. Ол дұғасын оқи отырып жұмысына кірісті. Көшеден балалардың Элизаны мазақ етіп, әнге қосқан дауыстары естілді. Бірде-бір адам жұбатып, жылы сөз айтпады. Кешкілік терезеден аққу қанатының шуылы естілді. Бұл қарындасын іздеп келген кенже ағасы еді. Элиза қуаныштан ботадай боздап жылап қоя берді. Дегенмен бірақ күн өмірім қалды деп қорқыныш сәл де болса басылып, ағаларының жақын маңда болуы, жұмысының аяқталуға тақағаны көңілге медет берді. Корольге берген уәдесі бойынша ханымның өмірінің соңына қасында 1-2 сағат отыру үшін архиепископ келген еді. Бірақ Элиза басын шайқап, қолмен ишара етіп кетуін өтінді. Өйткені алаңсыз отырып жұмысын аяқтау қажет қой. Әйтпесе шеккен азап, төгілген тер, көз жасы, ұйқысыз өткен күндер бәрі зая кетпей ме?
архиепископ оны жаман сөздермен балағаттап кетіп қалды. Бірақ кінәсінің жоқтығын білетін Элиза оның сөзін елең қылмай ісін жалғастырды. Элизаға жертөледегі тышқандар қолқанат болды. Олар шашылған қалақай талшықтарын теріп әкелді. Барылдауық торғай терезенің алдында отырып көңілін аулап ән айтты. Таңертеңгілік шақта, күн шығардан санаулы уақыт бұрын сарай қақпасына Элизаның 11 ағасы келіп, корольға кіруге рұқсат сұрады. Бұл уақытта король шырт ұйқыда жатады. Оның тыныштығын бұзуға ешкімнің батылы бармайды, деді күзетшілер. Тағаттары таусылған ағалары енді күшпен кірмек болып, бірақ күзетшілер қарсыласып айғай-шу шығарды. Ұйқысынан оянып кеткен король істің мән-жайын білу үшін қақпаға келді. Бірақ осы сәтте күн шығып кетіп, ағайындылар ғайып болды. Тек сарай төбесінде 11 аққу самғап ұшты. Мыстанды қалай өртегенін көруге халық қаланың сыртына селдей ағылды. Арық көтерем ат Элиза мінген арбаны әрең сүйреп келеді. Оның үстінде жыртық киім, бетінде қан сөл жоқ, жібектей шашы кірлеп, ұйпа-түйпа боп жалбырап иығына түскен. Еріндері жыбыр-жыбыр етіп дұға оқып, қолына жұқпай көйлек тоқуда. Өлуге бара жатып та тоқуын қояр емес. 10 сауыт көйлек аяғының астында дайын жатыр. 11-сін аяқтағысы кеп жанталасуда. Элизаны көрген жұрт: «Мыстанды қараңдар, аузы жыбырлап бірдеме деп барады. Сірә дұға оқып бара жатқан болар. Анау қолындағы не? Өзінің сиқырына қажетті нәрсе шығар. Кәне тартып алып бытшысын шығарайық», деп келеке етіп күледі. Тіпті оның қолындағы тартып алмақ болып ұмтылды. Кенет 11 аққу ұшып келіп, арбаның жақтауына қонып, қызды қорғап қалды. Қорқып кеткен топ кейін шегінді. «Бұл көк тәңірдің жібергені, оның кінәсіз болғаны», деп сыбырлады жұрт. Бірақ қатты айтуға қорықты. Жендет Элизаны арбадан түсірмек болып ыңғайланғанда, ол 11 көйлекті аққулардың үстіне жауып үлгерді. Сол сәтте көркіне көз тоймайтындай 11 ханзада пайда болды. Тек ең кішкентайының бір қолының орнына аққудың қанаты тұрды. Өйткені Элиза ең соңғы көйлекті тоқып үлгермеген еді. Бір жеңі қалған болатын. «Енді менің сөйлеуіме болады», деді ол. «Менің ешқандай кінәм жоқ». Болған жайға куә болған жұрт оны әулие тұтып аяғына жығылды. Бірақ Элиза талайдан бергі көрген азаптан әбден титықтаған еді. Оның әл-дәрмені құрып, ештеңені сезінбей, ағаларының құшағына құлап түсті. «Иә, ол кінәсіз», деп үлкен ағасы бастан кешкендердің жиналған жұртқа жария етті. Осы кезде айналаны хош иіс гүлдердің иісі жайлап алды. Өртемек болған қураған бұталардың әрбірі көктеп тамыр жайды. Жайқалған раушан гүлдер пайда болды. Ал ортада ерекше жарқыраған аппақ гүл өсіп тұрды. Король сол гүлді жұлып алып Элизаның кеудесіне қадады. Элиза жадырап көзін ашты. Шіркеулердің қоңырауы өз-өзінен соғылып, құстар топ-тобымен ұшып, салтанатты шеру корольдің сарайына қарай бет алды. Мұндай қызықты ешбір король көрмеп еді. Құрметті оқырмандар, жабайы аққулар ертегісі осымен тамамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.